Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Қазақ тілі сабағы басталды. Жаңа тақырып алғаш ғарышқа ұшқандар. Оқу мақсаты коммуникативтік жағдаятқа сай ғылыми және халықаралық терминдерді, ғылыми деректерді орынды қолданып, диалог, монолог, полилогта өз ойын дәлелді, жүйелі жеткізу. Бүгін біз ғарышқа алғаш ұшқан адам туралы айтамыз. Юрий Гагарин 1961 жылы 12 сәуірде алғаш рет ғарышқа ұшып 108 минутта жерді айналып, сәтті аман-есен оралды. Адамзаттың ғарышқа ұшқан жері Қазақстанның Байқоңыр қаласында орын алды. Бұл сапарға Совет үкіметі өте көп дайындалды. Ол уақытта Совет үкіметі мен Америка құрама штаттарының арасында үлкен бәсекелестік болды. Бірақ бұл тек бәсекелестік емес, бұл адамзат тарихында ғылымның дамуына, ғарышты зерттеуге деген үлкен қадам болды. Юрий Гагарин өз туыс достарының соңғы сәтке дейін ғарышқа ұшатынын жасырды. Жерге оралғанда Юрий Гагаринге халық қаһарманы атағы берілді. Алғаш ғарышқа ұшқан зымыран Восток деп аталды. Бірақ ғарышқа алғаш ұшқан Юрий Гагарин емес, ол алғаш тірі аман-есен оралған адам дейтіндер бар. Бірінші тапсырма: ғарышкерлер туралы бейнежазбаны тамашалай отырып, 3 сұрақ дайындаңыз. Дайын болған сұрақтарды сабақ барысында сыныптастарыңызға қойыңыз. Сұрақтар жүйелі, мағыналы құрылуы тиіс. Бүгінгі біздің грамматикалық тақырыбымыз қиысу. Сонымен қиысу деген не? Ол бастауыш және баяндауыштың өзара әрекеттесуінен болатын сөз тіркесінің жасалуының бір түрі. Мысалы, мен барамын, сен барасың, ол барады. Енді оқулықтағы 3-ші тапсырмамен жұмыс жасайық. Мәтінді оқи отырып, қиыса байланысқан сөз тіркестерін теріп жазыңыздар.